Қайырлы күн достар. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі пісіретін тағамымыз, яғни қарын қуырдақ. Малдың, сиырдың қарындан қуырдақ. Ол біз қарынды тазалап, бір қайнат төгіп тастап, екінші қайнатқан кезінде пияз салып, чеснок салып, қарақұштың үлкен түйіршіктерін салып, қайнатып алған болатынбыз. Пісіріп 3-4 сағат. Мінекей дайын тұр, турап қойдық. Енді қара бұрыш, қызыл бұрыш, ротный бульон дейді, яғни 3-4 бас чеснок, бір болгарский перец, 4 лавр жапырағы, бір помидор, бір пияз, жуа, яғни бір сәбіз, петрушка, укроп, картоп. Біз негізі петрушканы қоспаймыз, укропын қосамыз. Қосатындарыңыз өздеріңіз қоса бересіздер. Бізге петрушканы жапырағы жағынан. Осыларды қазір картопты фри ұқсат ұзын-ұзын қылып тураймыз. Сосын қуыру барысында көрсететін боламыз. Мінекей қызып тұрған майға бірінші жуа емес қарынды салатын боламыз. Жуа мен балғар бұрышын салып қуыратын боламыз. 2 минутта қуырған кезде пиязымызбен болгар бұрышын салып араластырып қуыратын боламыз. Қуырғаннан кейін сәл-сәл қуырғаннан кейін тұз бұрыштарын салуды көрсететін боламыз. Енді қуырылып жатқан кезінде шай қасықпен 1 қасық қызыл бұрыш, 1 қасық қара бұрыш, 1 қасық ролтын қосатын боламыз. Ролтынымыз, енді 1 қасық қара бұрышымыз. Сосын мінекей болгар лавр жапырағын 4 жапырақты, үлкен жапырақты бөліп, осылай майдалап салатын боламыз. Шай қасықтан 2 қасық тұз саламыз. Өйткені біздің қарында тұз бар. Осылай бір жарты сағат бойы қуырамыз. Сәбіздерді осылай онында фриға ұқсастап ұзын-ұзын қуырамыз. Майдалап. 2-3 штук чесногымызды өте майдалап, ұсақтап турап аламыз. Сосын қарынымыз жарты сағатқа қуырылып жатқан кезде осы чеснокпен морковымызды, сәбізімізді 15 минутта болған кезде қосып қуырамыз ары қарай. Міне 15 минутта жақсы қуырылып жатыр. Осы кезде сәбізбен сақталып туралған чесногымызды салып, ары қарай 15 минут қуыратын боламыз. Сосын картошка, помидор, томат салып қуырамыз. Соңынан саламыз. Содан кейін укропты көк жуаны бетіне салатын боламыз. Осы томатты салып жіберсем де болады. Осы томатын салып қуыра берейік. Енді помидор мен картошкамыз қалды. Араластырып қуырып аламыз. Мінекей достар, қараңыздар, мощный болып қуырылып жатыр. Иісі деген мұрынға ұрып тұр. Необходимо 3 штук қуырылды. Негізі қарын пісіріп алған ғой, қайнатып. Енді бір помидорымызды осылай майдалап турап саламыз. 1 минутта қуырғаннан кейін картошкамызды салып, үстіне 200 граммдық стаканмен 3 стакан, 2 стакан су құйсақ жарайды. 2 стакан су құйсақ жарайды. Енді көп те қылмай, парға піскен дұрыс. Мінекей картошкамызды саламыз енді үстіне. Барлығын салып аламыз. Достар, мінекей картопты салғаннан кейін осылай ешқандай қозғамай қуырасыздар. Өйткені қозғасаңыздар
Kartoşka maydalanıp gidip osылай 2 kuruşka жылы судан күйіп аламыз. 200 грамм тіпті. Жылы су болу керек сосын. Тұздай су құйсаңыздар, қарындарыңыз қатып болады. Жылы судан 200 граммнан қоса 2 стакан құйсаңыздар, до конца піскенше қозғамайсыздар, бетін жауып, тек жиегін көтеріп отырасыздар. Сосын тәрелкеге саларда бірінші картошканы салып, астынан жаңа қарындардың бетіне салсаңыз, өз майымен әдемі болып сіңеді, дәмді болады. Укропты біз майдалап турап қойдық. Енді дастархан басына пісіп, салып, апарғаннан кейін барлығын көрсететін боламыз. Достар, мінекей кереметтей картошкамыз дайын болды. Қарынмен қуырылған. Бетіне укроп септік. Көкжуа сепсеңіздер де болады. Қанекей дәмін көрейік. Дәмі өте керемет, жүмсақ болған. Мінекей картошкалар целыймен тұр. Ана айтқандай істейсіздер, бетіне де көсіп салсаңыздар, өздері сіңетін болады. Үй жағдайында осылай дайындасаңыздар болады. Өздеріңіз қарынды сатып алып, базардан тазаланғанын, тазаланбағанын алып тазалап істесеңіздер де болады. Өте сүйкімді тамақ мынау. Дәмді. Достар, біздің арнаға тіркелмеген болсаңыздар, бағалап, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздердің арқаларыңызда біздің канал дамиды. Алдын ала баршаңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.